Мол тауарлы сүт өндіретін шаруа қожалық, ішкі нарықты сүтпен қамтамасыз етеді. Мұнда малдың жем шөбі, сауын жұмыстары автоматтандырылған. Сүт фермасы туралы сәлден соң тоқталам. Елімізде мал шаруашылығымен айналсам деушілерге мемлекеттік субсидиялау мен қолдаулар міндетті түрде көрсетіледі. Ал оны мемлекеттік қызметшілер жүзеге асырады. Сүт бағытындағы сиырлардың несі қандай? Тұқымы? Бұл Голштейн тұқымы. Еуропадан алып келген малдар. Бірінші тума. Қазір бұл жерде 2-3 жасар сиырлар байланған. Төлдік атауы құнажын. Бірінші тумалар. Шамамен әр сиырдан бір сауғанда 20-25 литр сүт шығады. Импорттан келіп атқан сүт басымырақ болып тұр. Мысалға, қасымызда көршілес елдер, Ресей, Беларусь мемлекеттерінен келіп атыр. Біз өзіміздің ішкі нарықта әлі сүт өндірісімен 100% әлі қамтыған жоқпыз. Сол себепті қазіргі таңда осы сүт шаруашылығын қолға алып жатыр үкімет. Сүтті фермаларды дамыту бойынша осы қазір сүт шаруашылығын біз өзімізді толықтай қамтысақ, содан кейін жаңағы өңдеу кәсіпорындары бар ғой. Сүт өңдеу кәсіпорындары, сол кәсіпорындарын толық мысалға 80%-ға дейін толықтырсақ жүктемесін. Одан кейін бізде өзіміздің дайын өнімді, мысалы қаймақ болсын, сары майын, одан бөлек шығатын құрт ірімшік деген сияқты, мысалы ертең бізде экспортқа өзіміздің өнімдерді шығара аламыз. Қазір сол бағытта мысалы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Димаш мырза өз ісіне адал, қарапайым отбасында дүниеге келіп, малдың жай-күйін, ауылдағы шаруаны қолмен істегенін айтады. Сөздің емес, істің адамы. Бізді де бірден кеңсесіне шақырмай, шаруаның басын алып келді. Біз 406 бастың 10% ай сайын туып отыру керек. Конвейер, технологический не қойым. Мысалы, февральда 20-30 бас сүт қолмен ұрықтандырған сүт пландаймыз біз. Сол пландаймыз да сол кезде сиырлар өзі біртіндеп туып, бірін-бірі жауып отырады. Шаруа қожалықта күніне 9 тонна сүт шығады. 36 бас сиырға арналған сауын аппараты бір басты 5 минутта сауып бітіреді. Әр малдың аяғына арнайы чип байланған. Сол арқылы сиырдың жағдайын компьютер арқылы көреді. Қанша литр сүт бергені, қан айналым жүйесі, сырқаттанып тұрма, мастит па, күйлеп тұрма, жағдайын толық бақылап отырады. Көрдіңіз бе, бірінші тума болғаннан кейін 20-25 литр. Енді бұл уже екінші, үшінші тума болса 35-40 литрге дейін сүт беретін сиырлар. Шаруа қожалықтың жұмысымен толық таныстық. Алайда мемлекеттік қызметкерімізді әлі де болса тани қоймады. Мемлекеттік қызметкердің жұмысы сүт фермасында емес, кеңседе. Сондықтан да біз кейіпкерімізді толығырақ тану үшін Қонаев қаласына баруды ұйғардық. Қонаев қаласының инфрақұрылымдық жұмыстары қарқынды жүруде. Түрлі мемлекеттік құзырлы органдардың да штаттары ашылуда. Облыстың жаңа ғимараты салынғанша әр басқарма уақытша мекемелерде жұмыс істеуде. Димаш мырза Алматы облыстық ауыл шаруашылығы басқармасында жұмыс істейді. Сыдықов Димаш Рашидұлы 1985 жылы 1 қаңтарда дүниеге келген. Туған жері Алматы облысы Балқаш ауданы Бақанас ауылы. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің мал шаруашылығын селекциясы және биотехнология мамандығын 2008 жылы бітірген. 2016 жылы Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу университетінде экономика мамандығы бойынша білім алып шыққан. Мемлекет басшысы өзіңіз білесіз, қазір мына бюрократия, қағазбастылықтан гөрі нағыз іске көшу керек деп нақты қадап тұрып айтқан болатын. Осы орайда сіздер енді қандай қызметтер атқарып жатсыздар? Бүгінгі таңда бізде қазір барлығы электронды форматқа көшіріліп жатыр. Бүкіл жаңағы мемлекеттік қолдаулар, содан кейін жаңағы хат алмасу болсын, жаңағы жоғарғы, содан кейін өзіміздің жаңағы өтініш, жаңа елді халықтан түскен жаңағы өтініш арыздары, ол бөлек өзіміздің бағдарламалар арқылы бәрі электронды форматта жабылады бізде бәрі. Жақсы, ендеше бірге өзіңіздің жұмысыңызды танысайық, білейік. Димаш мырза, енді сіз өзіңіз бөлім басшысы әрі басқарма орынбасары. Міндетін атқарушы. Жалпы осы бірден екі лауазымды алып жүру сізге қиын емес пе? Жоқ, қиын емес.
Қиын емес енді бұл бағытта енді мен өзім осы ауыл шаруашылығы басқармасында біраз жыл болды ғой жұмыс істеп келе жатқаныма. 2010 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатырмын. Ол кезде бізде 2 облыс болған, өзіңізге белгілі. Қазір ол кезде біздің облыс орталығымыз Талдықорған қаласы болды. Сол қалада 2010-нан бастап 2022-ге дейін Талдықорған қаласында, содан кейін 2 облыс бөлінгеннен кейін 22 жылы осы Қонаев қаласына қарай келдім. Ертерек келуге тырысамыз жұмысқа. Өзіміздің күнделікті қойған күнделікті жұмысымыз бар. Мысалға жиналыстарымыз бар. Одан бөлек аудандармен, тауар өндірушілермен қандай бағдарламалар жүзеге асырылып жатқаны туралы түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Ауыл шаруашылық басқармасы жеке шаруалардың жұмысының өнімді болуы үшін бағыт-бағдар беріп отырады. Мемлекеттен қандай көмек көрсетіледі, оны алудың жолы қандай? Осы және өзге де мәселелер бойынша күнделікті түсіп жатқан өтінімдермен жұмыс істейді. Мемлекеттік қызметшілердің жұмысы дәл осындай қалып, Жұмыс орнында кедергі келтірмес үшін Димаш мырзаны еркін сұхбатқа тартып, сыртқа алып шықтым. аға сіз кофе ішкен жақсы көресіз бе? Кофе, чай. Қазір енді соңғы кезде кофе керек болды, таңертең кофе ішкенде. Аға енді сіз өзіңіз айтып отырсыз ғой, жаңа 1,5 сағат обед, түскі ас уақыты. Осы уақыт аралығында сіздер жалпы осы серуендеп қайтуға, толық тамақтанып алуға осы уақыт жете ме? Толық уақыт жетеді. Шын айтқанда, Қонаев қаласында жетеді. Бұл жерде бір жақсы жер локация, үйіміз жақын. Мысалы, қазір бірде шықсақ үйге, мен 7 минутта барамын. Бірден 7 минут үйге кіресің, бірден 10 минут болады. Үйге барамын, үйден ішемін. Үйден тамақ ішесіз. Жарты сағат тамағыңызды ішесіз. Жарты сағат демалып алуға уақыт жетеді де, 2,5-да жұмыс басталады. Енді Алматы қаласындағындай үлкен пробка не жоқ қой бұл жерде, көрдіңіз бе? Кішігірім қала. Аға, жалпы өзіңіздің отбасыңызда тоқтала кетейікші, отбасыңызда қанша адам бар? Отбасымда 3 балам бар, 1 қыз, 2 ұлым бар. Жолдасым үйде, бірге жұмыс істегенбіз. Бағана айтып өткендей, жолдасым қазір балаларға қарап, сабағы бар, несімен айналысып отыр. Өзімнің әріптесім болған жолдасым. Бірге жұмыс істедік. Ол кісі, мен өзім мамандығым бойынша зоотехник болсам, ол кісі агроном. Осы басқармада көрдіңіз ғой. Уақыт болмадан кейін басқармада таныстық, тұрмыс құрдық. Сол отбасылы болдық. Аллаға шүкір, жұмыс істеп. Қазір таңда қолы бос, міне былтыр жұмыстан шығып, сол балаларға қараймын, балалардың сабағына, несіне, үлгеріміне. Димаш Рашидұлы ауыл шаруашылығы саласының әлеуметтік экономикалық дамуын тұрақты қамтамасыз етіп отырған маман. Өңірдің ауыл шаруашылығы саласында жеке шаруа қожалықтардың одан әрі дамуына мемлекеттік қолдау жұмыстарын жүзеге асыруына үлесін қосып келеді. Енді осындай жұмыста өзіме де осы ары қарай дамытқым келеді. Алматы облысы болсын, Қазақстан Республикасында да осындай шаруаларымыз көп болса, дамыған елдің қатарында өзіміздің азық-түлігіміз ертең экспортқа шығып жатса, ертең басқа мемлекеттер міне Қазақстанның өнімдері деп өзімізге көп әл-ауқатымызды көтереді ертең бұл. Мемлекеттік қызметші биліктің айнасы. Бұл өмірде не пайда халқыңа қызмет етпесең? Бүгінгі шығарылым дәл осы ауыл шаруашылығы, соның ішінде мал шаруашылығындағы біздің Димаш ағамыз туралы болды. Димаш аға, сізге көп рахмет. Бүгінгі хабарға үлес қосып, уақыт тауып, арнайы осы елдің азаматы ретінде, өзгелерге үлгі ретінде көрсеткеніңіз үшін. Хабарымыз Қонаев қаласында Димаш атамыздың аттасы Димаш Сыдықовпен болды. Алғашқы тұлға елге қызметін аянбай атқарған. Бүгінгі Димашқа да дәл сондай елге қызметте сәттілік тілейміз.